Әкемді не үшін өлтірді президент дейді. Мен әкем не істеп қойды дейді. Ойлаңыздаршы, түнде жылайды тұрып, мен әкем қайда деп. Айтыңыздаршы, күйеуім ешқандай террорист емес, осы Қазақстан гражданины. Не үшін өлтіреді? Мен не үшін өзім 3 баланың көз жасын не үшін қалай күндеге білесіздер ма, түнде жылайтын? Айтыңыздаршы, мен де өзім 3-ші группа инвалидпін, уже ауру болдым. Кім жауап береді? Өзі 3 баланың көз жасына кім жауап береді? Істеген істер мойынмен көтерсін. Мақыл, біздің күйеулеріміз шығыпты. 4 жасар қыз, 12 жасар бала террорист па? Айтыңыздаршы, қалай қырып салды ғой, қырып салды. Сол балдардың кінәсіз. Ал менің ұлым міне Ислам Ансар деген, о 22 жасар бала. Оны біз изгумацияға оқ деген насквозь өткенін айтқанбыз біз. Жуындырған кезде 4 адам болып кірген, бәрін жазғанбыз. Содан кейін 3 айға дейін біз жоғары сотқа дейін, прокуратураға дейін жазғанбыз. Оның бәрі ешқандай бізге отказной беріп 3 айдан кейін изгумация жасап, енді бірде 66 деген процент спирт бар дейді қаласында. Сөйтіп жүріп енді қазір мысалы 3 айдан кейін изгумация жасап, спиртной ішкен деп шығарып жатыр. Ол деген әділдік жоқ, ондай нәрсе. Ол қалайша, ол қалай болады ол? Өмірде ішпеген адамды қалай шығарады онда? Мен өзім изгумация өзім қатысып тұрдым мен. Рұқсат сұрап жаңа сол кезде. Рұқсат берді маған следователь, кіріп изгумация басында тұрдым. 3 айдан кейін балам қандай болатынын білесіңдер. Өлік деген 3 айдан кейін қандай болатынын. Соның бәрін шыдап тұрдым мен. Шек қарны бәрін ақтарды. Миына дейін. Оқ жоқ, білет, көрді, оқ жоқ екен. Ал енді болса мысалы ішінде жаңағыдай шығарып жатыр. Спиртной бар деп. Спиртной деген өмірде ішпеген бала ол. Қалайша ол сөзді? Сен террорист деп шығармашы міне. Ондай жоқ, ондай әділдік керек маған. Шындық керек маған. Әлімжан Аманқұлов. Ұлым Ислам Ансар. Мен Алматы қаласының прокурорының өкілі.